Түркістан облысында ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жүйелі түрде жалғасып келеді. Облыс әкімі Нұралхан Көшеров Түркістан мақта агроөнеркәсіптік кешені жобасын іске асырып жатқан инвесторлармен кездесіп, жобалардың орындалуы барысын және алдағы жоспарларды талқылады. Аталған жоба өңірдегі ең ауқымды өнеркәсіптік бастамалардың бірі. Жалпы құны 146,6 миллиард теңгені құрайтын кешен мақтаны өсіруден бастап, оны өңдеп, дайын тоқыма және тігін өнімдерін шығаруға дейінгі толық өндірістік циклды қамтиды. Жоба толық іске қосылғанда 4000-нан астам адам тұрақты жұмыспен қамтылып, өнімділік гектарына 60 центнерге дейін жетеді. Сонымен қатар су үнемдеу технологиясы ретінде тамшылатып суару жүйесі енгізілген. Кешен құрамына мақта өңдеу зауыттары, ПВХ құбырларын өндіру зауыты, тамшылатып суару жүйелерін шығару кәсіпорны, жіп иіру фабрикасы, тоқыма өндірісі, бояу әрлеу фабрикасы және тігін фабрикасы кіреді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша жалпы құны 100,1 миллиард теңгені құрайтын 5 ірі жоба пайдалануға берілді. Бұл жобалар аясында 1760 жаңа жұмыс орны ашылған. Сонымен қатар Отырар ауданында 32,000 гектар алқапқа мақта егу жобасы жүзеге асырылып, өңірдегі агроөнеркәсіптік сектор мен жеңіл өнеркәсіптің дамуына айтарлықтай серпін берді. Жыл соңына дейін жалпы құны 46,5 миллиард теңгені құрайтын 6 жобаны іске қосу жоспарлануда. Кездесу барысында облыс әкімі инвесторларға жан-жақты қолдау көрсетілетінін атап өтті. Өңірдегі барлық инвестициялық жобалар әкімнің жеке бақылауында. Инвесторлар өз кезегінде жобалардың жүзеге асу барысы туралы баяндап ұсыныстарын жеткізді. Осыған байланысты өңір басшысы жауапты тұлғаларға жергілікті колледж түлектерін жұмысқа тарту жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Мамандарды тегін оқытуға әкімдік гранттар бөледі. Жобаны жүзеге асырып жатқан компания Қытайдың агроөнеркәсіптік индустрияландыру саласындағы топ 100 кәсіпорны қатарына кіретін Жонгтай Груп құрамына кіреді. Компания мақта және тоқыма саласында толық өндірістік тізбекті қалыптастыруға маманданған. Қазіргі таңда өндірістік кешенде еңбек жағдайына ерекше көңіл бөлінген. Отырар ауданындағы мақта алқабы 16 секторға бөлінген. Әр секторда жұмысшыларға арналған жатын орындар мен асханалар бар. Зауыт аумағында 4 жатақхана пайдалануға берілген. Жұмысшылар күніне 3 мезгіл ыстық тамақпен қамтылған. Бүгінде кешенде 700-ден астам адам жұмыс істейді. Ал алдағы жаңа өндіріс орындары іске қосылғанда қосымша жұмыс орындары ашылып, өндірістің әлеуметтік экономикалық дамуына тың серпін бермек. Жұмайым Абызбай, Сұңқар Бакиров, АРТ ТВ жаңалықтары.